веб-программист маған техникалық тапсырма бар ма деп сұрады. Мен оны қайдан табамын? Әрине, нейросетті пайдаланамыз. Сәлем достар, қазір нейросеттің дамығаны соншалық сізге веб-сайт үшін техникалық тапсырманы өздері дайындап беретін болған. Жалпы техникалық тапсырма дегеніміз не? Техникалық тапсырма дегеніміз клиенттің веб-программистке беретін тапсырмасы. Сайт жасаған кезде көбінесе веб-программистер осы документті сізден сұрауы мүмкін. Ол жерде сайттың дизайны, функционалдығы, сайт неде жасалу керек, сайттың бюджеті және қанша күнде жасалу керек туралы барлық ақпараттар тұрады. Ең қызығы, қазір ChatGPT нейросеті осыны автоматты түрде сізге жасап береді. Былай тапсырма бердім: сайт жасаудың техникалық тапсырмасын жаз. Сайт киім сатады, ішінде сатып алу, жеткізу, контакты, адрес, менюлер болу қажет. Сайт дизайны минимализм болу керек. Домен атауы жобамен киім сату .kz дедім. Сайт 7 күнде дайын болу қажет. Админкасы, басқару панелі болу қажет. Дәл осы запростан кейін маған төмендегі өзі құрап берді. Технологияны пайдалану істері, сайттың дизайн туралы айтқан, сайттың құрамы, домен атауы және сайттың сапасы, сайттың бүті уақытына толық қамтитын, яғни веб-программистке ыңғайлы етіп документ құрып берді. Керемет.